Қайырлы күн, құрметті менің оқушыларым. Бүгінгі күні 1 сынып әліппе 70-ші сабақ не үйрендім, не білдім деген тақырыпқа зер салатын боламыз. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Әр қатардағы артық әріпті тап. Бірінші қатарда бізде Б, Ә, қысқа И, Қ, Н, Ғ, Ж, П әріптер берілген. Бұл қатарда дауыссыз және дауысты дыбыстар аралас тұр. Бұл жерде артық әріпі Ә әріпі, себебі ол дауысты, қалғандар дауыссыз болып тұр. Екінші қатарға зер салайық. Екінші қатарда Ә, Ә, қысқа И және Ү әріпі берілген. Мұнда қысқа И дауыссыз болып тұр, қалғандары дауысты дыбыстар. Артық әріпі И. Екінші тапсырмаға назар аударайық. Сызбаға сәйкес мақалды құра. Мақалымыз бас әріппен басталады екен. Білімді жығар мыңды. Бұл жерде мақалдың дұрысы білімді мыңды жығар деп жазып аламыз. Балалар, келесі үшінші тапсырмаға назар аударайық. Сурет мазмұны бойынша сұрақ қой және жауап бер. Сурет мазмұны: балалар үйде ойнап жүр. Шыны ыдыс сынған. Ол бала кешіріңіз деп айтып жатыр. Анасы ескерту жасау үстінде. Сұрақтар мен жауаптар құрадық. Сұрақ: балалар не істеп жатыр? Жауабы: балалар үйде ойнап жатыр. Сұрақ: шыны ыдыс неге сынған? Жауап: ол бала байқамай сындырып алған. Сұрақ: ол бала не деді? Жауап: ол кешіріңіз деді. Сұрақ: анасы не істеп тұр? Жауабы: анасы балаларға ескерту жасап тұр. Балалар, келесі сабаққа дейін кездескенше сау сәлеметте болыңдар. Сабағымыз ұнады және түсінікті болды деп ойлаймын.